Бұрынғы өткен заманда Мирвайс деген хан болыпты. Үндістанмен сауда жүргізіп жинаған қисапсыз байлығы бар екен. Оның атағы, қонақжайлығы және мырзалығымен бүкіл өлкеге тарайды. Бір кеште сарайдың есігін бір қайыршы қағып садақа сұрапты. Қызметші қыз бақытсыз қартты мазақ қылғысы келіп, оның дорбасына бір шелек күл салып жібереді. Ашулы қарт қабағын түйіп, егер қайыр бергің келмесе, басқа ізгі адамдардың берген дүниесін неге бүлдіресің? Депті. Мейлі, олардың бергенінің барлығы да күлге айналсын, деп долдана айқайлаған қыз сол арада жылап жібереді. Қарт оны сынай қарап, сен жылағаныңмен тұрмай жұртқа ашу көрсетесің. Бұл жаман әдет, соншалықты не қасіретің бар? Айт маған, көмектесейін, депті. Сонда ғына қыз қарттан кешірім сұрап, үй ішінің барлық арманы бір нәресте екенін айтады. Онда көмектесуге болады екен, деп қарт дұға оқиды. Осы кезде оған Мирвайс ханның өзі келеді. Сен балалы боласың, дейді қайыршы оған. Бірақ есіңде болсын, тұңғыш балаңа мен әке болуға тиіспін. Бұл сөзге сенің кіремеген Мирвайс хан басын шайқайды да шалға садақа біраз ақша береді. Қарт байқаусыз қалай келсе, солай кенеттен ғайып болады. 9 ай, 9 күннен кейін хан сарайы шаттыққа бөлінеді. Ханның әйелі ұл табады. Оның атын Зариф қояды. Арада 7 жыл өтеді. Бір кеште Мирвайс хан сарайының қақпасын бір қайыршы қарт қағып, қайыр сұрайды. Есік ашқан қызметші оны бірден тани кетеді. Қыз қуанып, өздерінің бақытты болғандығын айтады. Қарт күлімдеп, қане, сұлулар, мені ханға апарыңдар. Мен онымен өз жұмысым туралы сөйлесуім керек, дейді. Өз үйін қуанышқа бөлеген қартты көргенде хан тағынан тұрып қарсы алып, құрмет көрсетіп, менен не тілесеңіз де айтыңыз, дейді. Қарт бұл сөзге жауап орнынан мырс етіп күледі де ханның өзіне сұрау қояды. Біздің келісіміміз сенің есіңде болар. Тұңғышыңның әкесі мен болуға тиістімін. Хан жалбарынып, менің жарқын жанарымдай қуанышым жалғыз ұлым Зарифті алма. Басқа не тілесең де берейін, тек оған тиме. Егер қаласаң мен үйімде тұр, мұқтаж қайғы уайымсыз боласың. Зариф ханда көз алдында өсіп ер жетеді, депті. Қарт көп ойланып барып келісімін береді. Сонымен ол Мирвайс ханның сарайында тұрып қалады. Бірнеше жылдар өтеді. Ханның тағы да 2 баласы Ләл деген ұлы, Баби деген қызы болады. Хан өзінің балаларын өте жақсы көреді. Әсіресе күн санап сымбатты, қайратты болып өсіп келе жатқан тұңғышы Зариф хан дегенде ішкен асын жерге қояды екен. Зариф хан сондай шырайлы сұлу болатын, көрген адам көпке дейін көзін ала алмаушы еді. Зариф ханның қарапайымдылығы, мейірімділігі үшін барлық құрбылары оны жақсы көретін. Ол күрес жарысын ұйымдастырып, тауды кесіп сайрандап, кітаптарды көп оқып, ақыл ойын кеңітетін. Мирвайс хан көрген сайын оның келешегіне көбірек ойланады. Мезгілі жетті-ау деген кезде ұлын үйлендіргісі келеді. Бері кел, отыр, менің айтқанымды тыңда, дейді ол бір күні ұлын шақырып алып. Сен үйленетін уақытың жеткен жоқ па? Ең бай, атақты адамның нағыз сұлу қызын таңда. Айттырып алып берейін. Сонда Зариф хан қысылып, ардақты әке, мен әлі жаспын ғой. Әзірше осылай ескен желдей еркін өмір сүруге рұқсат етіңіз, депті. Мирвайс хан ұлымен таласып жатпайды. Баласының дегеніне көнеді. Кешкісін қайыршы қартқа келіп осылай да осылай депті. Ханның көңілін жайластырып, ұйықтаңыз деп жіберген қарт, өзі Зариф хан жататын бөлмеге кетеді. Зариф хан қартты қуана қарсы алып, денсаулығын сұрайды. Асықпай ұзақ әңгімелеседі. Қарт ой түсіретін сөздер айтады. Жас хан ауыр ойланып қалады. Қарттың сондағы айтқаны мынау еді. Сүйіктім, әкең болса қартайып қалды. Бәрі де Алланың қолында емес пе? Әлі қаралы өлім сағаты да жетеді. Сен хан боласың. Бірақ сен сүйген жарсыз жалғыз қаласың.
Сонда тек сенің өліміңді күтетін көре алмаушылар да табылады. Ойлану керек, уақытты текке өткізбе. Таңдап, жүрегің сүйген бір қызға үйлен. Зарифхан жауап қатпайды. Келесі күні күн көзі тау қиясынан көтеріле бергенде, ол тоғай кезіп қартың сөзі туралы ұзақ ойланып жүреді. Осы кезде таудағы кішкентай ауылда бір кедей қыз тұратын. Оның кедейлігі сондай, тек бір әншісі ғана бар еді. Бірақ оның сұлулығы бүкіл өлкеге аян болатын. Аты Маби, ал өзінің көркі көктемгі күннің таңындай тамаша еді. Зарифхан ойын қорыта келіп, осы тамаша қызға үйленбек болады. Ол өз ойын әкесіне айтқанда, әкесі күліп: «Сен кімді таңдадың? Шынымен осындай қорғансыз, әлсіз адам жас ханның әйелі болмақ па?» дейді. «Адамның көркі байлықта емес», дейді Зарифхан сабырмен. Кедей жүрегі бай адамның жүрегінен де абзал келеді. Менің тыңдағаным тек Маби ғана. Сол ғана менің әйелім бола алады. Жас кезінде адам аз аңдап, аз біледі деп ойлаған Мирвайз хан күлімсіреп, ұлына былай дейді: «Жақсы, балам, айтқаның ақ болсын». Келесі күні кедей кемпірдің қызына құда түскенмен, Мирвайз хан екі жастың асыға күткен үйлену тойын түрлі себептермен кейінге қалдыра береді. Күздің бір күңгірт күнінде қызметшілері Мирвайз хан өз төсегінде мәңгі ұйқыға шомғанын көреді. Зарифхан егіле жылайды. Ханның қол астындағы бүкіл халық зар илейді. Өйткені Мирвайз хан өте мейірімді, кең қолтық адам еді. Тек Мирвайз ханның қатал інісі Хидри ғана хандықты енді өз қолына алармын деп, оның өліміне іштей қуанады. Мирвайз ханды жерлегенде ол өте қайғырған адам болып көріну үшін өксіп жылап шашын жұлады. Бірнеше күннен кейін ауыр қайғыдан Зариф ханның анасы өледі. Сөйтіп ол жарық дүниеде жалғыз қалады. Кішкентай Ләл мен Баби да өксігін баса алмайды. Ауғандықтарға жылау жараспайды деген дәстүр бойынша Зариф хан көзінің жасын азар тыяды. Осы кезде Хидри ағасының сарайына келіп орналасады. Әйеліне Ләл мен Бабиді ұрып соғып, осы бастан жасқаншақ етіп үйрет дегенді айтады. Ал Хидри Зариф хан туралы бұзылған, оңбаған, өтірікші деген өсек таратады. Зариф хан ауыр күндерді басынан кешіреді. Оның қайғысын нәзік жанды Маби ғана түсінеді. Шамасы келгенше сүйген жарын жұбатады. Маби кейде ханның үйіне келіп, Ләл мен Бабиді өзінің туған іні сіңілісіндей еркелетіп жұбатады. Тек сонда ғана балалар көз жастарын тыйып, көңілдерін көтеріп, сұлу қызбен ойнайды. Осы кезде Хидри таққа отырудың қамын ойлайды. Ол құдіреті хандардың біріне келіп, Зариф ханның ел билеуге әлі жас екендігі туралы сөз қозғайды. Құдіреті хан Хадридің пікіріне қосылмайды. Бұл ғасырдан ғасырға келе жатқан ел салты емес пе? Осы кезде Хидри оған сыбырлап: «Мәселе оның жастығында емес, оның бас бұзар, суайттығында. Расында, мұндай адам хан бола ала ма?» дейді. «Оны маған жіберіңіз», дейді хан ой үстінде. «Егер сенің айтқаныңдай болса, ол еш уақытта хан бола алмайды». Әңгіменің осымен біткенін хан ишаратпен сездіреді. Хидри қуанғаннан үйіне жүгіріп келіп, Зариф ханды құдіретті ханға жібереді. Ойында дәнеңе жоқ батыл, жас жігіт хан сарайына келеді де, ханға таянып келіп сәлем береді. Хан жас жігітті құрметпен қарсы алады. Қасына отырғызып, онымен адамдардың тұрмысы мен өмір жайлы әңгімелеседі. Жас жігіт оған ақылды сөзімен, сабырлы салмақтылығымен, ойлы толғауымен ұнай бастайды. Бірақ оны тағы да сынағысы келіп былай дейді: «Зариф хан, мен мешітке барамын. Саған көңілсіз болмау үшін қасыңа сұлу әйелімді қалдырып кетемін. Мені осында күт», дейді. Хан осы сөздерді айтқаннан кейін тағынан тұрып бөлмесінен шығып кетеді. Бірақ ол мешітке кетпей, сұлу әйелімен Зариф өзін қалай ұстар екен деп, есіктен сығалап сырт жағында тығылып тұрып бақылайды.
Ханның бұларды ұзақ бақылағаны соншалық тіпті белі ауырып, көзі бұлдырағанша тұрады. Сымбатты Зариф осы кезде сымбатты әйелдің қасында отырса да, көзін көтеріп қарауға батылы бармайды. Тек тамаша киінген әйелдің кеудесіне таққан көгілдір гауһарының сәулесі бетіне түскенде ғана басын бір рет көтереді де қайта төмен түсіреді. Ханның жүрегі жылиды. Ол үйге кіріп, өзінің орнына отырады. Әйелін шығарып жіберіп, Зариф ханға: «Көңілің кетсе, мен саған осы сымбатты әйелімді қосайын», дейді. «О, құдіреттім, оның маған керегі не?» дейді қысылған Зариф хан. «Дегенмен, сен оған көз тастап отырдың ғой», дейді хан күлімдеп. «Құдіреттім», дейді Зариф хан. «Мен әйелге емес, оның кеудесіндегі бағалы гауһарына қарадым». Хан өз сезігінен ұялыстау, сымбатты жас жігітке жылы сөздерін айтып шығарып салады. Тірі, сауық айтқан Зариф ханды көргенде Хидри өте таңданады. Зығырданы қайнап, ол 5 түн бойы ұйықтай алмай, Зариф ханнан қалай құтылудың амалын ойлайды. 6-шы күні таңертең немересін шақырып алып, былай дейді: «Көп жылдар бойы сенің әкең, менің ағам, құдіретті Мирвайз ханмен дүние артып, керуен тартып, Үндістанға талай рет барған едім. Сөйтіп көп байлыққа ие болғанбыз. Жалтылдаған алтын көз құмарын қандырады. Сен әкесін басып, әке салтын ұстамаймысың?» Зариф хан ағасының пікірін мақұлдап, керуен әзірлеуге бұйрық береді. Бұл жағдайды естігенде Маби қатты қайғырады. Ол Хадридің бір жамандық ойлап жүргенін сезгендей болады. Зариф ханға жүгіріп жеткен Маби үзеңгісіне жабысып: «Зариф хан, аяғыңды ал үзеңгіңнен. Тілеймін сенен достық жүрегімнен. Қиын жол. Қаза тауып қайтпай қалсаң, сарғайып қайғы шерден өлермін мен», дейді. Бірақ Зариф хан Мабиді тыңдамайды. Өзінің сүйген жарын қоштасарда бір сүйіп, атын тебініп, жолға шығыңдар деп дауыстайды. Бақытсыз Маби сарай сыртында ұзақ тұрады. Сүйгенінің артынан тесіле қарайды. Еріндері жыбырлап, махаббат сөздерін айтады. Құлазыған далаларды басып, биік таулардан асып, ағынды өзендерден өтіп, көп түн, көп күндер жүрген керуен ақырында көз тарта гүлденген өлкенің шетіне жетеді. Бұл Үндістан елі еді. Алыс жолдың барлығы да Зариф ханға қызықты болып көрінеді. Жаңа жердің бұрын көрмеген адамдары да, тіпті ыстық күндері де өзгеше қызық. Тек Хидри ғана немере інісінен қалай құтылудың амалын ойлап, ыза буып, қабағын түйіп келе жатады. Бірнеше күннен кейін Зариф ханның көз алдынан кең өзеннің айдыны жарқ ете түседі. Лай суда тісін сақылдатқан қолтырауын кейде жағаға таяу жүзіп келеді. Керуен өткелге жетіп қалды. Алдыңғы түйелер көпірге іліге бергенде қайдан шыққаны белгісіз. Тақыр басына кішкене тақия киген бір адам қолын сермеп керуенді тоқтатады. «Тоқтаңдар, тоқта! Көпірден өтуге ақы төлемейсіңдер ме? 100 рупи төлемейінше көпірге жақын жібермеймін». Оған Хидри атын ойнақтатып жетіп келіп айқайлап: «Сенің байбаламың таң қалдырады. Мен өзімнің ағам құдіреті Мирвайз ханмен осы жерден талай рет жүрдім. Бірақ сол сапарлардың бірінде де ештеңе төлемеген едік. Сен қалай ойлайсың? Керуенді жас жігіт бастап келе жатқандықтан одан көп ақша алғың келе ме? Кет, абалаған ит. Әйтпесе мен сенің қабырғаңды қиратамын», дейді. Әлгі адам орнынан қозғалмай: «Егер сендер мені тыңдамасаңдар, сарбаздарға қуып жібер деп бұйрық беремін. Алымды мен заң бойынша аламын. Егер маған сенбесеңдер, біреулерің менімен бізге біздің құдіретті әміршімізге жүрсін». Хидри Зариф ханды түртіп қалып құлағына сыбырлайды: «Сен олармен бірге барып, патшасын қорқытып қойғайсың. Бұлар тіпті кеуде көтеріп кеткен екен. Оларға өзің Мирвайз ханның атақты ұлы Зариф ханы екеніңді айт». Зариф хан тіс жармай атын бір тебініп қойып, көпірді қараушылардың соңынан патша сарайына кетеді. Хидри қуанғаннан: «Иә, ол енді шырмауға түсе қалса, қайтып құтыла алмастай қылу керек», деп ойлайды.
Тісін қайрап жұдырығын тиген ол не болар екен деп Зарифханның соңынан кетеді. Хидри патша сарайының алдына келеді де не болар екен деп ойлай былай жүреді. Ақырында шыдай алмай атын байлап асыға басып патшаның үйіне кіреді. Ол Зарифханның патшаның оң жағында өзара достық әңгіме дүкен құрып отырғанын көргенде қатты таң қалады. Хидри хан тағына таянып келіп былай дейді: Құдіретті патша, менің сізге айтатын маңызды жаңалығым бар. Айт, дейді патша бұйыра сөйлеп. Құдіреттім, мен сізге жариялап айта алмаймын. Маған оңаша сөйлесіп, құпия сыр айтуға рұқсат етіңіз. Патша оған келіскендей басын изейді. Хидри оған таянып келіп жерге жабыса иіліп сыбырлап: Сіздің қасыңызда отырған жас жігіт оңбаған, өтірікші Зарифхан. Ол сізді жаңа ғана балағаттаған еді. Оның айтқандарын қайталауға менің тілім бармайды. Менің бұл көпірден өтіп жүргеніме 50 жылдай болды. Мен әрі қашанда алым төлеймін. Ал мұның бірінші рет келуі, бір тиында алым төлемеді. Онымен қоймай сіздің адал есіміңізді балағаттады. Хидри осы сөздерді айтқаннан кейін басын тағы бір иіп кейін шегінеді. Кете бер деп оған патша бұйырады да қасындағы жас жігітке таңдана қарайды. Хидридің сөзіне ол сенбеді. Уытты Зарифхан оған өте ұнады. Бұл жас жігіт жақсы жасақ бастығы болар еді деп ойлайды. Сондықтан ол жігітке былай дейді: Жас жігіт, сен менің патшалығымда қаласың. Мұнда сен не істесең де еріктісің. Бірақ біздің шекарадан өтуге болмайды. Зарифхан қамығып қалады. Бірақ басқа істейтін шара жоқ. Ол ханнан бірақ тілек тілейді. Құдіретті патша, әлгі сізге келген құлағыңызға әлдене сыбырлап айтқан адам менің немере ағам Хидри еді. Маған сол адамға барып қоштасып, үйде қалған туысқаныма сәлем айтып қайтуға рұқсат етіңіз. Патша жауынгерлерін шақырып, Зарифханмен бірге соның барғысы келген жерге еріп баруға бұйырады. Қаумалаған жауынгерлердің ортасында Зарифхан Хидриге келіп, оның барлық жұмысын бітіріп, енді елге қайтайын деп жатқанын көреді. Зарифхан Хидриді көргенде қуанып қалады. Шет жерде жүргенде отандасын кездестіру кімде болса да қуанышты емес пе? Хидриді қаталда арсыз деу Зарифханның қаперіне де кірмейді. Сондықтан оның мойнынан құшақтап, иығынан қағып, былай дейді: Ләл мен Бабиға көз қырыңды сала жүр. Олар әлі жас қой, олардың енді сенен басқа сенері де жоқ. Тағы тілейтінім, Мабиға қамқор бол, дейді. Хидри даусын жалған қалтыратып, оған былай деп жауап береді: Зарифхан, күдіктенбе, мен олардың барлығын көзімнің қарашығындай сақтаймын. Өлім сағатыңды байсалды, қажырлы, ауғандықтарша қарсы ал. Хидридің бұлай деуі Зарифті енді жасалар деп ойлағандықтан еді. Бірақ Зарифхан күлімсіреп: мені өлімге бұйырғанда өте жеңіл болатын еді. Мен мұнда өмірімнің ақырына дейін құрметті тұтқын болып қалатын болдым, дейді. Сонымен сені жазаламайды ғой, дейді Хидри кектене ызаланып. Онда біліп қой, қарындасыңа, ініңе, Мабиіңа пысқырғаным бар ма? Ол шірік немелер Хидридің кім екенін сонда біледі. Зарифханның онсыз да жаралы жүрегін осы сөздермен тағы улай түсейін дегенде, ол сақылдап тұрып күледі. Өзінің мына халге түсеуі Хидридің осы арам ниеттілігінің нәтижесі екендігін Зарифхан енді ғана біледі. Хидри, көрде тұр. Маған ойлаған осы жамандығыңның барлығы өз басыңа келеді, дейді Зарифхан зілді. Ол атына секіріп мініп, қоршаған жауынгерлерін ертіп, өзінің жаңа тапқан сүйікті адамын асыға күтіп отырған патшаның сарайына қарай шаба жөнеледі. Ал Хидри елге, хан сарайына қайтуға асығады. Маби керуеннің қайтқанын естіп, алдынан қуана жүгіріп шығады. Міне, керуен де қақпадан кіреді. Бірақ оралғандардың ішінде өзінің сүйген жарының жоқтығын көріп, Мабидің жаны түршігеді. Ол келген адамдардан Зарифхан қайда деп сұрайды. Бірақ ешбірі де үндемей бастарын төмен түсіріп, көздерін тайдырады.
Өйткені Хидри оларға Зарифхан туралы тіс жармаңдар деп қатал ескерткен еді. Зарифханның сүйікті қара малайы бар болатын. Ол шыдай алмай Мабиға сыбырлап: "Біз Үндістаннан кеткенде Зарифхан тірі, сау еді, күт оны", дейді. Бұл сөздерді Хидри естіп қалып қатты ашуланады. Сол жерде қара малайдың басын шауып тастайды. Қорыққан Маби Зарифханның басқа сүйікті қызметкері Саунға ұмтылады. Қожайыны туралы содан сұрай бастайды. Олардың қасында қылышының жүзін байқап Хидри тұрған еді. Оны көргенде Саунның өңі қуқылданып Мабиға: "Біздің жаңа ханымыз Хидриға барыңыз, содан сұраңыз, мен ештеңе білмеймін", дейді. Хидри өзін хан деген сөзді естіп күлім қағады. Мабиға былай деп жауап береді: "Менің сүйікті немерем Зарифхан Үндістанда іш ауруынан өлді". Маби өксіп жылайды. Егер ол да Хидридің оны әйелдікке алуды ойлағанын білсе, бұрынғыдан да өксік жылаған болар еді. Хидри Зарифханға келістіріп тұрып ас береді де, өзінің қызметшілер мен жасауларына: "Үндістанға ешкімді жібермеңдер, және ол жақтан келген бірде-бір адамды өткізбеңдер" деп әмір береді. Өйткені ол Зарифханның есен сау екенін ел біліп қояма деп қауіптенеді. Хидри Саунды шақырып алып, көрген білгенің туралы тіс жарма дейді. Сыйлық ретінде Зарифханның қарындасы Бабиді беремін деп уәде етеді. Бірнеше күннен кейін Хидри Маби сұлудың үйіне құда түсуге адам жібереді. Қыз оның ұсынысын қабылдамайды. Сонда ашуланған Хидри қызға өзі келіп: Ақылсыз неме, не себепті ұлы ханның әйелі болғың келмейді?" деп сұрайды. "Тағы да 25 жыл күтіңіз. Егер осы уақыттың ішінде Зарифхан келмесе, сенің әйелің ақ болайын". Ашуланған Хидри қызметкерлеріне Мабиді үйден қуып жіберіңдер деп бұйырады. Ол сол күні Зарифханның інісі Лялды шашлық істейтіндерге жұмысқа береді де Бабиді Саунға қосады. Бақытсыз Маби тау ішінде кішкентай күрке тігіп алып, сүйгеніне деген махаббатты таза сақтап, жападан жалғыз өмір сүреді. Зарыға Зарифханды ойлайды. Нұрлы көзі жастан қызарып, ақша жүзі запырандай сарғаяды. Бір кезде Маби қайғы толқынның үстінде тауды аралап, осы жерлерде сүйгенмен серуендеген күндердің есіне түсіреді. Кенет сол жерден киіктің лағын кезіктіреді. Оны көрген Маби еркелете әндетеді: "Жаслық, неге келдің бұл өлкеге? Қаншама қайғызар бар бұл өлкеде. Бір күні атып алар мейірімсіздер, секіріп сайраңдай бер өрден өрге. Шың басы жатқан менен жамылып қар, бауырында гүл өскен бау-бақша бар. Сенімен кете алмаймын серуендеп, көңілімде менің ауыр, мұң менен зар". Мабидің айтқанын істеп, киіктің лағы тауға шығып кетеді. Қайғы толқынның үстінде Маби тағы да жалғыз қалады. Осылай бірнеше жыл өтеді. Бұл өлкенің адамдарының барлығы Мабидің қалай зарығып жүргенін біледі, бірақ ешқандай көмек көрсете алмайды. Барлығы да мейірімсіз Хидри ханның қаһарынан қорқады. Бірде осы сарайда көптен бері тұратын қайыршы қарт Мабиді терезеден көреді. Сорлы қыз сарайдың маңында шөпшек теріп жүр екен. Қарттың көңілі толқып, қолына таяғын ұстап сыртқа шығады. Мабиға таяна беріп жан-жағына қарап алып: "Үйіңе барып, Зарифханға хат жаз. Мен жасырын Үндістанға кетейін. Зарифханды таппай, не моласын көрмей тыным алмаспын", деп сыбырлайды. Қарт осы сөздерді айтып, кейін айналып, асықпай сарайға қарай кетеді. Қуанған Маби өзінің күркесіне жүгіріп келіп, сүйген жарына ұзақ отырып хат жазады. Хидридің барлық жауыздығын баяндайды. Өзін хан сарайынан қуып жібергендігін, Лялды шашлық пісірушілерге шыбынды қуып, от жағуға, Бабиді Саунға әйелдікке бергендігін жазады. Түнде Маби сарайға жасырынып келіп, хатын қартқа табыс етеді. Қарт хатты шапанына мұқият тігеді де Үндістанға жүріп кетудің қолайлы сәтін күтеді.
Қарт ұзақ уақыт күтеді. Ақырында көкте мыңдаған найзағай шатырлап, нөсерлі жауын құйған түні күзетшілерге көрінбей, сарайдан шығып кетеді. Қарт ұзақ жүреді. Ақырғы күші де сарқылады. Ол ұйқы құшағында жатып, шынымен өзімнің Зариф ханымды таба алмаймын ба деп ойлайды. Кешкілікте қарттың сүйегі сырқыраса, күндіз жарқыраған күн сәулесінен көзі жұмылады. Ол енді өмірімде сүйікті ұлымды көре алмаспын деп ойлайды. Бір кезде қарт үлкен өзеннің үстінен салынған көпірге келіп тоқтап, күзетшіден: «Уа мейірімді жан, Зарифхан деген ауғандықты білмеймісің?» деп сұрайды. «Ұлы Зарифханның саған керегі не?» дейді күзетші күліп. «Әлде оның біздің патшалықтағы құдіреттілігі туралы естідің бе? Кете бер, пақыр, бұдан былай көзіме түспе». Қарт қаланы аралап келе жатып кенеттен астында тамаша сәйгүлік бір топ нөкерлердің ортасында келе жатқан салтанатты киінген Зарифханды көреді. Ол ат үстінде көңілсіз, әлденені ойлап келе жатқан сияқты. Қуанған қарт ақырғы күшін жинап, айқайлап: «Тыңда, о Зариф, тыңда қартты, Маби мен Ләл тұтқында, жауыздардан зар еңіреуде» дейді. Осы бір қымбатты есімдерді естігенде Зарифханның жүрегі дір ете түседі. Қалың топтың ортасынан таныс қартты көргенде шексіз қуанады. «Мына қартты маған алып келіңдер» деп бұйырады қызметшілеріне. Жасауылдар қартқа келіп, оның алдында бастарын иіп, патшаның жақын досы, ұлы жауынгер Зарифханның үйіне жүруді өтінеді. Зарифхан қартты құшақ жая қарсы алады да мұздай киіндіреді. Қасына отырғызып, жаңалығын тыңдауға әзірленеді. Сонда қарт оған Мабидің хатын береді. Зарифхан туысқан бауырларының қиналып жүргенін біліп, зар еңіреп жылайды. Бірақ ол кейіннен күшін жиып, көзінің жасын сүртіп, өңіндегі азап ізін жойып, ауыр ойға кетеді. Ертеңінде ертемен патшаға келеді. Ештеңе айтпай Зарифхан оған Мабидің хатын ұсынады. Патша хатты ұзақ оқиды. Оқып болып, ол да ойға кетеді. «Ей құдіреттім, мені босатыңыз» деп жалынады Зарифхан. «Сіз маған әрқашанда мейірімді болдыңыз. Ақырғы ретте де мейірімділік істеңіз». Патша ештеңе айтпай өз үйіне кетеді. Келесі күні Зарифхан патшаға тағы келеді. Оның аяғына жығылып, мейірімділік істеуді тілейді. Патша бұл жолы да оған ештеңе айтпайды. Ол өзінің туған ұлындай болған жауынгер Зарифханды босатқысы келмейді. Патша ұзақ ойланады. Ақырында мынандай қорытындыға келеді: «Мен оны босатайын, бірақ көпірді бұздырайын. Егер Зарифхан судан өтіп кетсе, тағдырдың осылай жазғаны. Егер өте алмаса, маған қайтып келмей ме?» Сонымен патша Зарифханды еліне қайтуға босатады. Зарифхан атына қарғып мініп, өзенге қарай шаба жөнеледі. Келген бетінде бұзылып жатқан көпірді көреді. Өзенге түссе, қолтырауындар талап жері қақ. Зарифхан қайғырып қайта сарайға келеді. Патшаның аяғына жығылып тағы жалынып: «О құдіреттім, неге бұлай істедіңіз?» дейді. Оның даусының аяныштылығы сондай патшаның жүрегі дір ете түседі. Ол тағынан түсіп, өзінің күшті қолдарын Зарифханның иығына салып: «Менің екі қызым бар. Патшалығымда оларға тең келетін сұлу жоқ. Солардың бірін таңдап үйлен. Сен әрқашанда, қайда жүрсең де бақытты боласың» дейді. Патша осы сөздерді айтып, Зарифханды өзінің қыздарына алып баруға бұйырады. Патшаның қыздары айтып, тіл жазып, қалам жазып жетпейтін сұлу еді. Олар Зарифханды жарыса аялап, құрметтейді. Бірақ ол қыздарға көзінің қырында салмайды. Олар ән салады, әңгіме айтады. Ал сымбатты Зарифхан тек өзінің сүйген жарын ғана ойлап, көгілдір биік аспанға қарап қойып, көңілсіз отыра береді. Көңілін көтеру үшін барлық әрекеттерді істеген қыздардың мұңайғанын көргенде Зарифхан: «Алыстағы туған жерімде менің өз үйім бар. Онда Маби деген тамаша қыз бар.
Бірақ ол сіздердей өте сұлу болмағанмен, оған мен жүрегімді әлде қашан бергенмін, дейді. Қыздар ауыр күрсініп, енді кедергі болудың ретсіздігін түсінеді. Жарайды, мен сені босатайын. Бірақ оған дейін сен маған жеңілмейтін Раджидің басын алып келесің. Патша Раджи үйінің қайда екенін, оған қалай барудың жолын айтады. Жақсы, құдіреттім, мен сіздің әміріңізді орындаймын, дейді Зариф хан. Бірақ бұл міндетті орындау үшін маған 30 қылыш, 30 түйе, 30 ер жүрек жауынгер, 30 ман бидай және 60 сандық беріңіз. Патша таң қалады, бірақ не үшін деп сұрап жатпайды. Зариф ханның сұрағандарының барлығын беруге бұйырады. Бірнеше күннен кейін Зариф хан 30 сандыққа бидай салып, енді 30 сандыққа қарулы 30 жауынгерін отырғызып, оны түйеге артып жолға шығады. Зариф хан барлық сандықтарды күндіз берік қып жауып, кілтін өз қолына алады. Тек түнде, түн қараңғылығы бұларды жұрт көзінен тасалайтын кезде ғана сандықтардың аузын ашып, жауынгерлердің от басында демалуға ғана шығарады. Таң сібірлеп келе жатқан кезде керуен тағы да үнсіз алға жылжиды. Ақырында ұзақ жолдан кейін құпия сырлы керуен тентек Раджи басқаратын қаланың қақпасының алдына келеді. Зариф хан күзетшілерге 10 алтын ақша тастайды. Олар керуенді тексермей-ақ өткізіп жібереді. Зариф хан түйелерін керуеншілер сарайына алып кіреді. Бидай салған сандықтарын түсіріп, торға кіргізіп жабады да, басқа сандықтарды ашып жауынгерлерін шығарады. Содан кейін тордың есігін құлыптап жауып, кілтін өзі алады. Зариф хан қалада 3 күн жүреді. Түрлі адамдармен әңгімелеседі. Ол өзі ылғи Раджидің сарайын бақылайды. Күзетшілердің қай мезгілде ауысатынын біледі. Кіретін, шығатын есіктерін қадағалайды. Міне 4-ші күн. Адамдар ұйқы құшағына еніп, айнала тыныштыққа бөленген шақ. Зариф хан торды ақырын ашып, жауынгерлерін шығарады. Олар бірінің соңынан бірі сарайға кіретін есікке қарай жүреді. Зариф хан есік алдында тұрған бірнеше күзетшіге келеді. Ол дау шығарам дегенше басы денесінен жерге домалап түседі. Өлген күзетшінің орнында Зариф ханның бір жауынгері қалады. Зариф хан тағы басқалары ілгері жүреді. Барлық жерде Раджидің күзетшілерін өлтіріп, өз адамдарын қояды. Міне, ақырында Зариф хан Раджидің жатқан үйіне келеді. Есігін ақырын ашып, ішке кіреді. Раджидің төсекте әйелінің жанында жатқанын көреді. Зариф хан оларды оятып, қылышты кезеніп, екеуіне де сандыққа түстеп бұйырады. Қорыққан Раджи мен оның әйелі айтқанын істейді. Зариф хан Раджиді алып, қаладан қалай білдірмей шығып кетудің жолын біледі. Сандықты жауып, өзінің жауынгерлерімен бірге түйелеріне артады. 1 сағаттың ішінде олар аман есен қаладан шығып кетеді. Міне, Зариф хан сарайына қайта оралады. Хан алдында тұрып бұған былай дейді. Мырзам менің, әміріңіз орындалды. Хан сенің кіремей басын шайқайды. Онда Раджи қайда? Зариф хан алақанын шарт еткізеді. 3 жауынгер сандықты алып кіреді. Зариф хан алақанын тағы шарт еткізеді. Ашылған сандықтан үрей ұшқан Раджи мен әйелі шығады. Хан айтып тіл жетпейтін қуанышқа бөленеді. Ол Зариф ханға көп алтын, сенімді қызметшілер беріп, достықпен босатады. Зариф хан қатты қуанады. Сол күні-ақ туған еліне қайтады. Ол өзеннен өте бергенде бір топ көк кептерге шүйілген бүркітті көреді. Зариф ханның жүрегі қысылады. Өйткені әлсіз көк кептерлерді көргенде өзінің панасыз бауырларын, бүркітті көргенде қаныпезер Хидриді есіне алады. Міне, ол жолда талай күндерді өткізіп, өзінің туған қаласына келеді де, шашлық сататын жерге тоқтап, асханаға кіріп тамақ сұрайды. Өзінде жұмыс істейтін Лялды қағып жіберіп дауыстап: «Саған не болған? Атақты қонақты көрмейсің бе? Ол не тілесе, соның барлығын тез бер», деп
ақырғанын көреді. Бала шапалақтан зар жылап жүріп, қожайынның айтқанын орындайды. Зарифханға шашлық әкеліп беріп, көзінің жасын сүртіп, кейін шегініп кетеді. Бала, маған келші деп шақырады оны Зарифхан. Менімен бірге отыр, тамақ же. Мырза, ол не дегеніңіз? Дейді Ләл үрейленіп. Қожайын, мені ұрып өлтіреді ғой. Зарифхан көңілі толқып тамақ іше алмайды. Ол қожайынға ештеңе айтпайды. Шашлықханадан шығып атына мініп жүре береді. Осы жерде қожайын кенеттен қауіптеніп, салт аттыға қарап, осы Зарифхан емес пе? Деп ойлап, Лялды қолынан ұстап дедектетіп Хидриға қарай жүгіреді. Осы кезде Зарифхан Саунның үйінің қасынан өтіп бара жатып, мұңлы Бабиді көреді. Саунның әйелдері жәбірлегендіктен қызы еңіреп жылап отыр екен. Баби ағасын танымай қалады. Сонда ағасы оның қасына келіп құшақтап, сүйіп. Шынымен, мені танымайсың ба, қарындасым, дейді Зарифхан. Осы жылдардың ішінде Баби бірінші рет қуанышпен жылап, ағасына бар мұңын шағады. Сен сөйтіп Саунның әйелісің бе? Деп қақырлана сұрайды Зарифхан. Ол әңгімесін бітіргеннен кейін. Ардақтаға, олай емес. Саун Хидриден жасырын маған жақсы жағдай жасады. Мен оның қарындасындай тұрдым. Зарифхан өте қуанады. Қарындасын мінгестіріп алып, Саунның әйелдеріне бірнеше алтын ақша тастап, екеуі Мабиға аттанады. Саун үйіне келгенде, Бабиді таба алмай әйелдеріне кіжініп. Баби қайда? Жүзі қаралар, оны қайда жібердіңдер, дейді. Оны шетелдік алып кетті, құнына алтын төледі. Саун атына қарғып мініп, Зарифхан соңынан шаба жөнеледі. Оны басып озып, жол үстіне кесе көлденең тоқтап айқайлап. Менің сүйікті емнің қарындасы, Баби сұлуды өзіме бер. Міне, сенің құнсыз ақшаларың, деп Зарифханның әйелдерге берген алтынын шаңын бұрқ еткізіп жолға лақтырып тастайды. Зарифхан күлімсіреп, сен шынымен мені танымай тұрсың ба? Дейді. Саун әрі таңғалғаннан, әрі қуанғаннан аттан құлап қала жаздайды. Ол өзінің қожайынына қарай жүгіреді. Зарифхан онымен достық жүрекпен амандасады. Ол үшеуі тоғайдағы Мабидің күркесіне келеді. Бірнеше жылдан кейін кездескен сүйіскен жарлар қатты қуанады. Маби қуанғаннан жылап жібереді. Оның осы кездегі көзінің жасы сарғайған жүзін шайып, баяғы сүйкімді жас қалпына келтіреді. Содан кейін барлығы Зарифханның сарайына қарай келе жатады. Осы кезде Зарифхан келе жатыр деген хабарды естіп қорыққан Хидри Лялға ең жақсы киімдерін кигізіп, хан тұқымына лайық құрмет көрсетуге бұйырады. Үрейленген Хидридің өңі қуарып, қалшылдап, дірілдеп, не істерін білмейді. Ақырында ол келе жатқан салт аттыларды көреді. Хидри үңіле қарап, Мабидің сымбатты жауынгерлердің қасында келе жатқанын көреді. Хидри бұл жауынгердің кім екенін бірден білсе де, бірақ ақырғы рет тағы алдағысы келеді. Ол сарайдан шығып, Мабиға назарын аударып, мынандай өтірік сөздерді айтып айқайлайды. Сен немене? Менің сүйікті немерем Зарифханның көзіне шөп салғаның ба? Мына шетелдікпен келе жатқаның не? Сенің бұл қылығыңды менің сүйікті Зарифханым көрсе. Ал Зарифхан оған таяна түседі. Оған қатарласа келіп тоқтап, оңбаған адамның бетіне түкіріп, сол жердақ басын шауып тастайды. Зарифханның қайтып келгенін естігенде, бүкіл өлкенің адамдары қатты қуанады. Содан бері Зарифхан сүйген жары Маби, інісі Лял, қарындасы Бабимен бірге өз сарайында тұрып жатыр. Оның қол астындағы адамдар не қайғыруды, не мұңаюды білмейді. Өйткені жәбірді көп көрген адам еш уақытта басқа адамды жәбірлемейді.